Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату барша қазақ еліне, ағайын қарындас бауыр әпкелеріме жалпы жалынды сәлем. Бүгінгі видеода осы күріктауыққа, көкшаға өзінің балапандарымен жалпы кішкентай үй салатын боламыз. Олар қазір мынандай жерде жүр, былайынан 3 метр мынандай домик. Осындай жерде қазір қыдырып жүр. Бұларға уже 1 ай болды, 5 күннен кейін 1 ай болады. Бұларға тар болады. Сол себептен бұларды өзінің жаңадан салынып жатқан салынатын жерлеріне орналастыратын боламыз жалпы. Сосын достар, кеше комментарияда бір жаз кетіпті, мусорың жинап ал шеше деп. Сол адамға айтайын деп едім. Жалпы бұл мусор шашылып жатқан жайдан жай мусор емес, бұл баняның мусоры. Қазір баня үшін көрсете кетейін, жемесеңіздер. Міне кәдімгі баняның мусоры бұл. Біреу баняға көмір жағады, ағаш жағады, мусор жағады. Бізде жай мусор жағамыз. Сол жалпы өзіміз бір-біріміздің қазағымызды артқа тартпай, тек қана алдыға тартып жүрейік. Сол себептен өйтіп бір-бірімізге кемшілік айтпай еп қояйық, білмей жатып. Мына жақта жаңа осы жақтан былайынан 1,70 метр, былайынан 1,70 метр, жалпы кішігірім домик болады. Қазір аяққа стойкалар дайындап отырмын. Ағаш стойка, былайынан ағаш стойка, былайынан ағаш стойка. Ол стойкаларынан да бушный рейкаларын жасайтын боламын. Бушный рейка дегенде шегесін қазір міне шығарып глазодермен қойдым шегесін. Жалпы енді мынау дайын уже. Осының бойымен аяқтан қазір қиятын болам, былайынан арамен. Сол арамен қиятын болам қазір. Сосын кейін осы жаққа орнататын болам былайынан, сосын кейін былайынан. Сосын аяқтардан осының алдындағы видеода көрсетіп кеткендей фанералар алған болатым. Сол фанераларды үстіп нететін болам. Скат, крышан скаты былайынан болады. Короче, үстіп болады крышан скаты. Сосын кейін мына жақтан көреміз енді. Мына жерден бұйыртса енді, наверное, стойка қойсам, наверное, сетка жіберетін боламын да. Ана жақтан өзі сетка есік бар, көк дайын есік. Соны қойып қоям. Өзімнің топсаларым бар, 2 топса бар. Петля дейма, топса дейма. В общем, есіктің дверной нелері міне осындай 2 бар. Соларды орнатам. Өзі көк есік бар. Потом жасыл сетканы алып, мына жақтан міне мына бір жасыл сетка. Тауықтарым жақсы міне. Так, осы жасыл сетканы былайынан жіберетін болам. Мынаның метр ширина, длинасын бәрін айтып кетейін. Былай 1,70, былайынан енді стойкамен былай неткенде 2 метр, былай 2 метр, былай 2 метр. Высотасы где-то бір мына скаттан былай қарай бастайтын жағы 2, бітетін жағы 1,60 сондай болады где-то. Сол енді жалпы қазір енді аяқты бітірем, стойкаларды қоям. Енді сол бүгінгі видео жалпы стройка жайлы осы. Тауықтарға кішкентай домик, кішігірім жасау жайлы болады. Өздеріңізге де пайда идея, үйлеріңізде осындай керек жоқ жарақ нелер болса осындай жасақ қойсаңыздар болады өздерің балапандарыңызға тез өсу үшін. Ал енді мен бүгінгі видеоны қазір аяқтаймын. Енді келесі видеоны тағы да салып жатқан кезде түсіретін болам. Каналға жазылып, арнаны қолдап, жаңғырып жарықтауына өздеріңіз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Лайк басып, видеоны алса комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған мен Ералы және Қазақстан Тауық каналы. Ассалаумағалейкум.